2024-2025 маусым футбол әлемінде үлкен қоштасулармен есте қалды. Бірнеше әйгілі жұлдыздар мансаптарын аяқтап бутсыларын шеге келді. Олардың футболға қалдырған ізі мәңгілік. Бұл видеода біз сол аңыздардың соңғы жолдарын бірге еске аламыз. Достар, видео париматчтың қолдауымен дайындалды. Төмендегі сілтеме арқылы Telegram арнасына өтіңіз. Бекітілген пікірде киберспортқа қызығатындар үшін арнайы акция жүріп жатыр. Франциялық қорғаушы Рафаэль Варан өзінің кәсіби мансабын күтпеген жерден аяқтады. Кома сапында небәрі 23 минут ойнап, ауыр жарақат алған соң ол А сериясының бірінші турынан кейін футболмен қоштасуға шешім қабылдады. Варан Реал Мадридтегі жарқын жылдармен есте қалды. Серхио Рамоспен бірге ең сенімді тандемдердің бірі болды. Испания құрамасының аңызы Пепе Рейна футболдағы ең көңілді әрі тәжірибелі қақпашылардың бірі. Ол мансабын Италияның Кома клубында аяқтады. 952 матчпен 85.606 минут бұл рекордтық көрсеткіш. Рейна Ливерпуль, Наполи, Бавария, Милан сияқты алпауыт клубтарда ойнап әрдайым көшбасшы бола білді. Испания құрамасында қақпашы командалық рухқа және футболшылардың эмоционалдық дайындықтарына жауап берді. Кез келген жаңа клубта Пепе бұл рөлінен бас тартқан емес. Сондай ол жаттықтырушылар мен жас футболшылар арасындағы қарым-қатынасты реттеуде үлкен септігін тигізді. Бельгия құрамасының сенімді қорғаушылары Альдервейрелд пен Вертонген ұзақ жылдары Тоттенхэмде ойнады. Олар бірге Европа аренасында жарқырады. Олардың ең үздік нәтижесі Ресейде өткен әлем чемпионатында Бельгия құрамасы үшін қола жүлде. Мансабының аяғында Тоби Альдервейрелд Антверпенге жол тартып, чемпионатты және Бельгия кубогын жеңіп үлгерсе, Ян Вертонген Андерлехтке көшіп барды. Бірақ онда нәтиже болмады. Матс Хуммельс, Германия қорғанысының символы. Боруссия мен Бавария клубтарында өнер көрсетіп, бірнеше чемпиондық титулдарға қол жеткізді. Мансабын Ромада аяқтағанымен ол әлем чемпионатындағы жарқын жеңістер мен тарихи голдарымен есте қалды. Егер мансабын жаңа бастаған немесе аяқтаған ойыншылар туралы білгің келсе, Спортпульт сайтына кір. Бұл футбол әлемдегі соңғы жаңалықтары. Басқалардан бұрын спортшылардың не істеп жүргенін білесің. Сондай-ақ ойындардың лайв нәтижелерін де осы жерде бақылай беруге болады. Алдағы бәсекелердің күнтізбесін көр. Португалия құрамасы әрдайым таланттарға толы болған. 2004 жылы Грекияда өткен Европа чемпионатында да, жақында Германияда өткен біріншілікте де қызыл жасылдардың сапында тек үздіктер ғана болды. Осындай жағдайда кейбір ойыншылар көлеңкеде қалып немесе ұмыт қалуы мүмкін. Мысалы, биыл ғана мансабын аяқтаған Нани сияқты. Үлкен футболдағы 19 жыл ішінде Венгер 617 матч өткізіп, 129 гол мен 141 нәтижелі пас берді. Нани бүкіл әлемді аралап шықты десе де болады. Ол мансабының әртүрлі кезеңдерінде Спортинг, Фенербахче, Орландо Сити, Венеция және Мельбурн Виктори клубтарында ойнады. Дегенмен португалиялық футболшы ең көп есте қалған кезі Манчестер Юнайтед сапындағы ойыны. Қызыл сойқандармен бірге ол барлық трофейлерді жеңіп алды. Англия чемпионатының 4 дүркін жеңімпазы, сондай-ақ Чемпиондар лигасының алтын медалін де иеленді. Манчестер Юнайтедтегі жеңістердің көпшілігінде Нани отандасы Криштиану Роналдумен бірге ойнады. Сондықтан ұлттық құрамада да роль жиі капитандықтан басын дәл осы Наниға беріп отыратын. Оның мансабына жарақаттар кедергі келтірді, бірақ португалдық ешқашан берілмей қайта тұрып, клубтарына тағы да жеңістер сыйлады. Чемпиондар лигасының 5 дүркін жеңімпазы, Испания чемпионатының 6 мәрте алтын жүлдегері, 4 рет клубтық әлем чемпионатын, 3 рет УЕФА суперкубогын ұтқан, конфедерациялар кубогының иегері, УЕФА және ФИФПро нұсқалары бойынша бірнеше мәрте жылдың үздік құрамына енген. Мұның бәрі Реалдағы Марселоның мансабы. Бразилиялық қорғаушы 2010 жылдары Еврокубоктерде үстемдік құрған Мадрид алыбының маңызды тетігіне айналды.
Бұйра шашты қорғаушы бразилиялық футболшы бейнесіндегі барлық жақсы қасиеттерді бойына сіңірді. Флангтағы найзағайдай шабуылдар, дәл әрі әдемі пастар, жарқын финттер мен гол соққаннан кейінгі әсерлі билеу сәттері. Бұл сәттерді біз оның 663 ойынының әрқайсында көрдік. Ол матчтарда Марсело 58 гол соғып, 108 нәтижелі пас берді. Алайда бразилиялықтың басты жетістігі оның Криштиану Роналду үшін ең үздік әріптес болғандығы. Олар бірге 21 ғасырдағы қорғаушы вингер жұбының ең үздігіне айналды. Сол жылдары Роналдудың эмоциясынан ақ оның Марсело екеуінің алаңындағы байланысына қалай риза болғаны көрініп тұратын. Ақыр соңында Роналду кіммен бірге самбо билеп күлген еді. Бұл футболшылар мансабын аяқтағанмен, олардың мұрасы, жеңістері мен естеліктері мәңгі жанкүйерлер жүрегінде сақталады. Видеоны ұнатсаңыз лайк басып, арнамызға жазылыңыз.